Сәби Розалия Ломбардоның періште жүзі сұлулығымен таң қалдырады. Томпиған еріндері, нәзік жүзі және жабық көздері ол ғасырға жуық уақыт бойы осылай сақталды. 2 жасар Розалияның денесі арнайы технология арқылы бальзамдалған. Және бүгінде ұйқыдағы ару әлемдегі ең жақсы сақталған мумия саналады. Дегенмен, бұл мумияның өз құпиясы бар. Ол оған қарауға батылы барғандардың бәрін таң қалдырады. Сәби Розалия 1920 жылы пневмониядан қайтыс болғанда 2 жаста еді. Қайғы азабына қалай төтеп беруді білмей, өзін жұбата алмаған әке періштедей баланың денесін сақтау туралы өтінішпен атақты бальзамдаушы және таксидермист Альфред Салафияға жүгінді. Маман тапсырманы өте мінсіз орындады. Бір ғасыр бойы сәбидің денесі Палермодағы Италия жерлеу катакомбаларында жатты. Қыздың денесінің әдемі сақталғаны соншалық аз ғана уақытқа ұйқыға кеткен секілді еді. Томпиған беттері, басындағы бантигімен Розалия тірі жан сияқты көрінді. Розалияның мумияланған денесін тапқан ғалымдар оған ұйқыдағы ару деген атау берді. Рентген сәулелерімен денені жарықтандырған кезде олар тіптен таң қалды. Себебі Розалияның ішкі органдары да шірімей сол күйде қалған. Бүгінде Розалия Ломбардоның денесі әлемдегі ең жақсы сақталған мумиялардың бірі болып саналады. Розалия мумиясының да өзіндік құпиясы бар. Катакомба музейіне экскурсиямен келген келушілер нәрестенің көк көздерін қалай ашатынын көруге болады деп сендіреді. Олардың көргендері туристерде үрей туғызады. Бір нұсқаға сәйкес, көз жыпылықтату әсері крипт ішіндегі температураның өзгеруіне байланысты пайда болады. Қабақтың терісі кішірейеді, қарашықтарды аздап ашады. Дегенмен көрме кураторы Дарио Пьомбино Маскали көзді жыпылықтау оптикалық иллюзия деп санайды. Күн катакомбаларды жарқыратып тұрғанда, сәулелер қыздың бетіне түсіп, көздері ашылып қалғандай көрінеді. Күндізгі уақытта бұл құбылысты бірнеше рет байқауға болады. Бұл жұмбақтың жауабын Дарио 2009 жылы мұражай қызметкерлері қыздың табытын жылжытқанда байқады. Яғни қыздың қабағы кішкене ашылып тұрғаны белгілі болды. Бір қызығы, Дарио талантты бальзамдаушының туыстарын тауып, оларда мәйітті бальзамдау тәртібі егжей-тегжейлі сипатталған құжаттар сақталғаны туралы білген. Альфред Салафия, яғни бальзамдаушы, барлық ішкі мүшелерді алып тастаудың орнына денені тесіп, біртіндеп сұйықтықтарды бір-бірлеп енгізеді. Бұл уақыт өте келе дененің мінсіз сақталуын қамтамасыз етті. Формалин бактерияларды өлтіру үшін, дененің кебуіне жол бермеу үшін глицерин, микробтарға қарсы агент ретінде салицил қышқылы қолданылды. Сонымен қатар Салафия дененің қатты күйін сақтау үшін хлорлы мырыш қолданған. Тіпті бет пен мұрын қуысы да өте мінсіз күйінде сақталған. Ұйқыдағы ару Сицилиядағы Капучин катакомбаларында орналасқан 8000 мумияның бірі. Сізге бұл видео ұнады ма? Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналға жазылып кетуді ұмытпаңыз. Алда сіздерді әлі көптеген видеолар күтеді.